Кәсіпкерлер аймақ басшысымен кездесті. Мәселелерін ортада айтып, Нұржан Нұржігітовке шешіп беруді сұрады. Сан түрлі сауалдар айтылған жиында кәсіпкерлер мектепке дейінгі мекемеге қатысты сауал тастады. Нақтырақ балабақшаға бір балаға төленетін төлемақы мөлшері. Соңғы 5 жылда бірыңғай бекітілген сомадан аспапты. Таяқтың екі ұшы бар. Бұл өз кезегінде неге кедергі? Қазір бір балаға мектепке дейінгі мекемеге төленетін ақша 6 мыңнан басталып 10 мыңға жетеді. Алайда ол басқа шығындарды қоспағанда әр баланың тиімді тамақтануына мүлдем аздық етеді дейді. Бір балаға күніне 285 теңгеден 476 теңгеге дейін құрайды. Сонда бір бала 5 мезгіл тамақ 285 теңгеге тамақтану керек. Мысалға айтатын болсақ, Мойынқұм ауданында онда мемлекеттік балабақша жоқ. Мемлекеттік балабақшаның өзіне бөлінетін ақша 4200 теңгеге. Сонда бір бала бір күнде 200 теңгеге тамақтанады екен. Ал облыстық мәслихат депутаты кәсіпкер Ерболат Саурықов өзекті проблеманы ортаға салды. Айтуынша, маусым айы келсе де әлі күнге дейін кәсіп ашуға ниетті азаматтарды қолдау мүмкін болмай тұр. Қазіргі уақытта Атамекен кәсіпкерлер палатасынан бұл бағыттың еңбек министрлігіне көшкеніне байланысты осы бизнес бастау бойынша жаңа кәсіпкерлердің бизнесін бастауға байланысты жұмыстар мүлдем тоқтап тұр. Себебі бұл еңбек министрлігі қазір пакет документ дайындап жатыр. Жаңағы АКХ-ға берілген 6 миллиард қаржы содан алу керек олар. Сол несиеге дейін кәсіпкерлер оқып сертификаттарын алу керек болған. Жылда апрельден бастап оқитын кәсіпкерлер биыл қазіргі июнь айы болды, маусым айы әлі ешқандай оқып жатқан жоқ. 7 миллиард теңге ауыл шаруашылығы басқармасына бұрынғы білесіздер еңбек бағдарламасы арқылы қаражат берілген, 6%-бен өзіміздің жеке кәсіпкерлерге алғандарға ол өзіміздің агронесие корпорациясы арқылы таратылып беріледі. Биылғы жылы 20 миллиард теңге көлемінде несие береміз деген жоспары бар. Егер жаңағы ережеге өзгерістер енгізілмесе, әрине Ерболат Байзақұлы бастау бизнес бойынша біз жұмыс істейміз. Жиында жауыр болған Жуалдағы Қаралма демалыс орталығының құрылысы нақтыланды. Әкім биыл бұл жұмыс толық аяқталатынын нақты айтты. Ендеше жамбылдықтар арман еткен қысқы тау демалысының да күні алыс емес. Айгер Мерғалиқызы, Азат Байтемір, Альбина Оспанова, Аймақ.